Түркістан облысы Бөгін су қоймасы Кемер елді Бөгін су қоймасына қарасты Кемер елді мекен ата-аналары оқушыларын мектепке тасуда. Жеңіс елді мекеніне барып оқиды. Жол ара қашықтығы 2,5-да 3 километр. Осыған көлік шығарып берсе деп облыс жәндегі аудан әкімі, ауыл әкімі бәріне жазғанбыз, өтініш хатты Нұр Отанға да жазғанбыз. Бірақ нәтиже жоқ әлі. Нәтиже жоқ. Міне бұл түс қайтадағы оқушылар саны. Ата-аналары шығарып салады мектепке. Кешкісін сағат 7:30-8-де келеді. Қараңғыда. Мінеке осылай, күнде осылай шулап барып келеді. Түс қайтадағы оқушылар саны біздердікі. Дайындық тобы жарты сағатқа кешігіп жатыр қазір. Жарты сағатқа кешігіп жатыр. Себебі сабақ 12-де басталады. Көліктің жоқтығына байланысты жарты сағат кешігіп бара жатыр. Мінеке, мына Найман ауыл менен бұрылысының өзі осыншалықты неде, әжептәуір жол. Қазір Жеңіс ауылына бұрылады. Жеңіс ауылына бұрылады қазір. Қыс ауасында қиналамыз әсіресе. Кешкі суыққа қалып кетеді балалар. Жел тұрғанда балалар мектепке бара алмай қалады кешігіп біздерде. Апайларынан сұрап алып қаламыз. Бағдарламаның ауырлығына байланысты кейде сабақты ұқпай қалады оқушылар. Мінекей Жеңіс ауылына барып оқиды. Өтебай Тұрманжанов атындағы мектепке барып. Бұдан ары қарайда бірталай жер. Әжептәуір жер. Бұл жолдың жағасында тротуарда жоқ. Мінекей Жеңіс ауылына барып оқиды. Балалардың бәрі осы жерде көлік күтеді. Мына жақ ұзақ. Мінекей шеті көрінбейді мұнадан қазір. Ауыл әкіміне де, аудан әкіміне де, Нұр Отанға да жазғанбыз. Тоқтан, мінекей өстіп балалар машина тоқтатып тұрады көшеде. Лөлемай, дайындықтар мінсін, дайындықтар. Мінекей талас өстіп, бір машина келсе таласады барлығы. Дайындық тобы, дайындық тобы мінсін. Мінекей күнделікті ата-аналар өстіп талас тартыс болып кетеді мектепке оқушылар. Осыған көлік шығарып берсе, осы мәселені шешсе деген ниеттеміз басшылар. Ендігі үмітіміз сіздерде.